саламатсыздар. Мен осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Қазіргі таңда осы халыққа қызмет көрсету саласында қызмет атқарып келемін. Осы қызметтің басымдығы ретінде осы сала бойынша жалпы мемлекеттік қызмет көрсету саласында, жалпы халықтарға қызмет көрсету саласында 2009-дан бері қызмет атқарып келемін. Қызметтің басымдығы ретінде мен осы цифрлы Қазақстан бағдарламасын таңдадым. Жалпы енді қазір бізге осы елбасымыздың бағдарламасына сәйкес праймеризге қатысуға үміткермін. Өзімнің бағдарламам 4 бағыттан тұрады. Енді ең бірінші бағытым осы біздің еліміздегі, қаламыздағы кәсіпкерлікті қолдау, бизнесті қолдау. Білім саласы бойынша барлық мектептердің бейнебақылау камераларын орнату, осы балаларымыз мектептердің сыртындағы әжетханаларды жалпы ішкі ғимаратқа көшіру. Медицина саласына келетін болсақ, медицина саласында жедел жәрдем қызметтерін жаңғыртуымыз қажет. Және де осы ақпараттық жүйелерін жаңғыртуымыз қажет. Көптеген осы біздің қаламыздағы ақылды жарық шамдарын орнатуымыз қажет. Біз ұстаздарымыздың мәртебесін көтеруіміз қажет. Осы пандемия кезінде білінді, үйде бәріміз офлайн отырған кезде сол кісілердің қадірін түсіндік біз. Сол себептен олардың мәртебесін көтеріп, оларға тұрғын үй мәселелерін шешу керек. Айлық жалақыларын көтеру керек. Осындай көптеген мәселелерді енді алдағы уақытта қазір үміткер ретінде мен айтып жатырмын. Осы мәселелерді жоғары деңгейде көтеріп, қозғап, ой пікірмен атсалысып, сессияларда көтеріп қажет деп есептеймін. Өзімнің бағытым бойынша екінші бағытым ол электрондық қызмет. Электрондық қызмет түрлерін дамыту, оларды халыққа тиімді, сапалы қызмет көрсету үшін барлық осы біздің мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарына сәйкес, мемлекеттік қызмет көрсету ережелеріне сәйкес солардың барлығын жаңғырту, тиімді, сапалы қызмет көрсету үшін халықпен тығыз байланысып, әрдайым ашық диалогта халықпен кездесіп, есеп беріп отыру керек халыққа. Осы тұрғындарға көрсетілетін барлық қызмет түрлерін дамытуымыз керек. Енді қазіргі таңда бізде электрондық қызмет түрлерінің 80%, жалпы қызмет түрлерінің 80% электрондық форматта өтіп жатыр. Біздің сала бойынша 110-нан астам қызмет қағаз тасығышта көрсетілеміз біз. Осы барлық осындай көрсету тәртіптерінің барлығын оңтайландырып, алдағы уақытта жоспарлар көп. Енді осы қоғамдық көліктерге келетін болса, қоғамдық көліктерде электрондық билеттерді орнату, ақылды автотұрақ жобаларын іске асыруымыз керек. Әлеуметтік қамсыздандыру саласы бойынша бірыңғай әлеуметтік ID карталарын орнатуымыз керек. Үшінші бағытқа келетін болсақ, үшінші бағыт ол біздің осы ақылды қала. Енді Шымкент қаласы үшінші мегаполис ретінде мәртебесін алған соң, біз осы бүкіл өз қаламызды таза қала, ақылды қала ретінде сақтауымыз қажет. Ақылды қала қауіпсіз қала болу керек. Қауіпсіз қала болу үшін біздің учаскелік полициялардың мәртебелерін оларына көтеру керек, олардың жалақыларын көтеру керек. Осы барлық біздің аудандардағы фронт офистерді жаңа форматқа өткізу керек. Ашық түрде осындай жобалар бар. Осы жобалардың барлығын қолға алып, іске асыруымыз қажет. Бүкіл алаптардағы, бүкіл дворлардағы бейнебақылау камераларын көбейтуіміз қажет. Алаңшаларда, балаларға ойнайтын алаңшаларды көбейту, спорт алаңшаларын көбейтуіміз қажет. Енді төртінші бағыт бойынша, төртінші бағытымыз біздің осы Шымкент қаласының Абай ауданындағы барлық проблемалық мәселелер, соларға атсалысып, қатысып, халықтың мұқтажын тыңдап, олармен пікір алмасып, өз ойларын терең тыңдап, ашық диалогта кездесіп, сондай кездесулерді әрдайым өткізіп тұру. Кем дегенде айына кем дегенде 1-2 рет өткізіп кездесіп олармен. Осы тұрғын үй қорларының бағдарламасы шеңберлерінде осы көп қабатты үйлерді жөндеуден өткізу. Жалпы халыққа тиімді, тиісті, сапалы дәрежеде қызмет көрсетуіміз керек біз. Басты міндетіміз осы елге қызмет қой. Өзімнің салыма сәйкес, өзімнің
дәрежеге сәйкес барлық күш жігерді салуға атсалысуға дайын. Өзіміздің елімізге, өзіміздің жерімізге, өзіміздің осы туған өлкем Шымкент қаласына барлық күш жігерімді салуға дайын.